Тану пәнінен тәжірибе жасаймын. Мына керекті заттар. Тәжірибеде заттардың қасиеттерін анықтаймын. Стақан ол мөлдір шыныдан жасалған қатты сыңғыш затқа жатады. Целлофан ол иілгіш, жұқа, жұмсақ. Металдан жасалған қатты зат. Ол құрылысқа пайдаланылады. Бұл тұз, ол ерігіш қасиетіне ие. Ол тағамға қолданылады. Мен қазір оны суға салып көремін, және де езіп көремін. Тұз еріп кетті. Қант тұз сияқты қатты болғанымен, ол иілгіш қасиетіне ие. Мен қазір оны суға салып көремін. Ол еріп кетті.